Әлеуметтік желіде хит болып жүрген тамақты бүгін дайындап көрдім. Өте дәмді тамақ болып шықты. Сіздерге де видео түсіріп алдым. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамыр илеп аламыз. Бөлме температурасындағы суға бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып, қамыр илеп аламыз. Орташа жұмсақтықта илейміз қамырды. Өте дәмді тамақтардың бірі, тойымды тамақтардың бірі. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Енді подливасын дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қызарғанға дейін қуырып аламыз. Менде қазір маринатталған ет. Менің каналыма өтіп қарасаңыздар, дәл осы етті қалай маринаттау керектігін көрсеткенмін. Дәл осы маринатпен жасайтын болсаңыздар, еттеріңіз 30 минутта пісетін болады. Пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді оның үстіне сәбізімізді және томат пастасын салып қуыруды ұмытпаңыздар. Менде қазір қызанақтан жасалған томат. Аздап суымызды құйып қайнатып аламыз. Енді қамырын жайып аламыз. Дәл еттің қамырындай етіп, жұқартып жайып аламыз. Дайын болған қамырымызға майымызды құйып, барлық жеріне біркелкетіп жағып аламыз. Майымызды құйып, жақсылап, бір тегістеп жағамыз. Өте көп май құюдың қажеті жоқ. Шеттерін осылай қайтарып, жақсылап майлап аламыз. Дайын болған қамырымыздың шетін дәл видеода көрсеткендей етіп, рулет тәрізді орап аласыздар. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Осындай 4 бұрышты бөліктерге бөліп кесіп аласыздар. Дайын болған қамырларымызды енді қазанымызға салып пісіреміз. Біздің етіміз дайын. Үстіне аздап картошка салдым. Картошкамызды жақсылап тегістеп алып, енді оның үстіне дайын болған қамырларымызды біртіндеп қойып шығамыз. Ешқандай жабыспайды. Өте әдемі болып пісіп шығады. Барлығын дәл осылай жайғастырып алып, енді оның үстіне салқын су құямыз. Ыстық су құймайсыздар. Салқын суымызды құйып, жақсылап қатты отта 5 минут қайнатып аламыз және баяу отта 30 минут қалдыратын боламыз. 30-35 минутта біздің тамағымыз дайын болады. Қараңыздар, біздің тамағымыз дайын болды. 35 минут қойдым мен. Енді үстіне ас көктерімізді сеуіп, табағымызға салып аламыз. Барлығын дәл осылай видеода көрсеткендей етіп, ыдыстарымызға жайғастырып аламыз. Енді оның үстіне подливасын саламыз. Қараңыздар, біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тойымды тамақ болады. Міндетті түрде отбасыларыңызға түскі немесе кешкі астарға жасап берсеңіздер болады. Сондай сүйсініп жейтін тамақтардың бірі болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруді ұмытпаңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.